Жағда Бабалықовқа қатысты бірнеше сұрақ түсті, комментарий түсті. Мынау Оспан Батырға қатысты, Оспан Батыр туралы кітап жазбайсыз ба деп, сосын бір Шығыс Түркістан Республикаға тиісіп, Фейсбуктағы френдім Серік Керей жазды комментарийлерді. Сосын мен айтайын деп едім, мынау Оспан Батыр туралы кітап жазу мен үшін қиын. Жағда Бабалық туралы енді бір тарау жаздым жинаққа. Өйткені кішкене орыс тілді жұрт білсін осындай адам болғанын, осындай білімдер бар, мүмкін демеуші табылар ма екен деп. Ал Оспан Батыр кітап жазу ол әлде қайда қиын. Мен тарихшы да емеспін, және де тарихи роман жазатындай адам емеспін. Және де бұл енді қиын тағдыр. Біз жалпылама батыр дейміз, осылай ерлікпен қаза тапты деп, соғысты Қытайлармен, Қытай коммунистермен. Ол бәрі дұрыс, әрине ол адамның ерлігіне бас ием жатқан жері торға болсын. Бірақ та сол заман, өте қиын заманда, мен қысқаша айтып кетіп едім Жағда Бабалыққа қатысты. Мынау Шығыс Түркістан Республика болды. Әрине Совет одағына тәуелді, Совет одағы онау Чаңқайшы деген буржуазиялық Қытай басшысына қарсы қойып, түріктер көтерілгенде оларға көмектесіп мемлекет құрып Чаңқайшыға соғыс ашқызған ғой. Мао Цзэдун коммунист Қытайға жағдайын жеңілдеу болсын деп. Солай болды, бірақ оның керек болмай қалғанда Мао Цзэдун орныққаннан кейін 49 жылы ол аярлықпен Шығыс Түркістан Республиканың басшыларын өлтіріп, орнына басқаларды қойып, анау Қытайға өз еркімен қосылды деген келісім шартқа қол қойғызған ғой ол адамдарға. Бірақ тағы да о жерде басқа жағдайлар болды. Мысалы, Оспан Батыр басында сол қолбасшы болды да, губернатор болды, сол Шығыс Түркістан Республикасының. Бірақ сосын олардан бөлінді. Мынау Американың вице-консулы МакДуглас па аты, сол оған ықпал етіп, Шығыс Түркістаннан бөлініп, өйткені бұл Совет одағының құлыршағы деп, дінсіз мемлекет болады деп, солармен соғыс ашқан ғой. Былайша айтқанда, сол жерде қазіргі Синьцзянь уйгур автономия жерінде қазақтардың азаматтық соғысы басталып кетті. Сол екінші дүниежүзілік соғыс бітетін кезде сол жақта осындай азаматтық соғыс болды. Бір жағынан Шығыс Түркістан Республикасы, Жағда Бабалық соларды жақтады, екінші жағынан Оспан Батыр болды. Азаматтық соғыс болғаннан кейін ол неше түрлі жағдай болады, ауыр жағдай болады. Енді екі жақ бір-бірін кешіре алмай, әлі де өштесіп жүр, сондай жағдай бар. Және бір өкініштісі, сол өштікті бұл жаққа алып келді. Қазақ онсыз да 40 пышақ болып жүргенде, намаздыгер, тәңіршіл, ру, орыс тілді, қазақ тілді, асфальт, ауыл, қазақ, шын қазақ деп бөлініп жүргенде, оған қоса мынау өштік, мынау күрес қосылып кетті. Көрдіңіз ба? Ол адамдар кей кезде жастармен сөйлесе қалсам, мен наймандарды жек көрем деп, маған бір жігіт айтып отыр, осы жақтың, мынау Қарағанды жақтың жігіті. Ойбай, не болып қалды, сенің руың арғынмын дейді. Найманды неге жек көресің? Олар сондай жауыз, олар кезінде Оспан Батырға осындай жасаған. Менің досым Керей бар, сол жақтан келген, ол маған бәрін айтып берді деп. Сосын айттым, ол кез келген азаматтық соғыс кезінде екі жақтың өзінің ақиқаты, шындығы болады. Және де бодан ел, өзінің мемлекеттігінен қол үзген ел. Бәрібір ол қанша десеңде басқа бір мықты елдердің, мемлекеттердің қол шоқпарын айналады, құршағын айналады. Мысалы, Шығыс Түркістан Республикасы Совет одағының сателлиті болса, Оспан Батыр Американың қаруына айналды, қол шоқпарына айналды, былайша айтқанда. Американың өзінің мүддесі болды. Алтайдағы уран бар ғой, элемент, соның көзін Совет одағы өндіремін деп тұрды, Америка оған қарсы болды. Өйткені Америка о кезде атом бомбасына қол жеткізді, Совет одағы да жеткіземіз деп, мынау Семейден полигон ашып, сол Семейге жақын жерде оларға уранның көзі керек болды да.
сондай жағдай болды. Ол Америка бір қазақтарда Қытай жақта тәуелсіз мемлекет болсын, Оспан Батырдың хандығы болсын деп ондай ой жоқ, ондайға күші де жоқ, амал да жоқ, оларға шын көмектесетін. Жай ол бір интрига болған ғой, сондай кәдімгідей барлаушылар, агент, анау мынау сондай нәрседе. Ал Батыр аңқау дегенде Оспан Батыр соған сеніп, сондай соғысқа кірісіп кетті. Соны бәрін суреттеу өте қиын. Оған со жақта өскен, со жақтың өмірін өте жақсы білетін, өзі тарихшы, өзі керемет жазушылығы бар адам жазу керек да. Және де менің бір арманым, мынау Вальтер Скотт туралы айтады ғой, ағылшын жазушы, бірақ о баста тегі шыққан, тегі шотланд. Ол 19 ғасырдың басында өмір сүрді. 18 ғасырдың аяғында сондай атақты негізі тарихи, жаңа заманның тарихи роман негізін қалаған жазушы ғой. Сонда Вальтер Скотт туралы былай айтады да, ол орта ғасырлық тарих туралы романдар жазған ғой. Сол жерде ол айтады, таулық шотландықтармен анау далалық төменде тұратын шотландықтардың бір-бірімен күресін суреттей келе, шотланд бірыңғай ұлтты қалыптастырды. Вальтер Скотт туралы осындай керемет сөздер бар, баға бар. Соның үшін менің арманымда Оспан Батыр болсын, сол азаматтық соғыс туралы жазған адам солындай деңгейде болса, екі кезінде аталар кескілескен екі елді татуластыратындай адам болса, екі жақтың да шындығын көрсететін осындай кітап болса деп армандаймын. Менің қолымнан ондай кітап келмейді. Ол мүмкін менің жарым марқұм Таласбек Әсемқұловтың қолынан келетін еді. Қазір білмеймін, өйтіп терең қарайтын, терең ойлайтын жазушылар бар ма, жоқ па? Көбі өзінің көп кезде руының әңгімесін айтып кетеді, мен білетін адамдар. Соның үшін ондай кітап жаза алмаймын. Серікке де айтатыным, енді мен түсінемін, сен әлеуметтік желілерде аккаунтың Керей деп аталады. Ата-бабаларыңа әрине адалдық, ол жақсы нәрсе, дегенмен кішкене ол соғыстан кейін қанша 50-70 жыл өтті. Енді кішкене жаңа деңгейге көтеріліп басқаша қарау керек бұндай жағдайға. Ал бұл Қытайдағы жағдай туралы қысқаша мәлімет алғыңыз келсе, менің сол 4 бұл 4 облака деген кітабымда жағда бабалыққа арналған тарауда біраз мәлімет бар, кәдімгідей ғылыми көздерден алған.